Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз бір келіншектің басынан өткен оқиғаны айтып беретін боламын. Қайдан қашып құтыларымды білмеймін. Екінші рет тұрмысқа шыққан келіншектің әңгімесі. Үндемесем, неге жауап бермейсің деп қол көтереді. Сөйлесем, неге сөз қайтарасың деп тағы және қол көтереді. Адам басына түскен қандай қиындық болса да көтере алады екен. Адамның жаны сірі деп әсте бекер айтылмаса керек. Бірінші күйеуім осыдан 10 жыл бұрын жол көлік апатына түсіп қайтыс болды. Қызым сол кезде 3 жаста болатын. Жолдасым екеуміз тойға баратын болып жолға шықтық. Қызымды енеме қалдырғанмын. Тойдан қайтып келе жатқанымызда осындай қайғылы оқиға орын алды. Өзім сол кезде жүктімін. Қатты жылдамдықпен келе жатып, сайға қарай аударылып кеттік. Есімді жисам, жан сақтау бөлімінде жатыр екенмін. Күйеуімнің қайтыс болғаны үйге келіп естідім. Бұл маған ауыр соққы болды. Бауырларым бар, Аллаға шүкір. Сол кезде анам марқұм тірі болатын. Арақ сүйер азаматымнан бірі, іштегі баламнан 2 айырылып, құсадан өлі кете жаздағанымды анам қасымда болды. Қызыммен бірге үйге әкеліп қарайлатысты. Ол кезде өзімді жоғалтып ала жаздап жүрген шағым еді. Анам марқұм көп қолдау, көп демеу көрсетті. Солай есімді жиып адам қатарына қосылдым. Бірақ анам қайтыс болған соң бауырларымның үйіне сыймадым. Дұрысы сыйғызбады. Ар намысыма тиетін неше түрлі сөз болды. Сөздері сүйектен өтті. Ағаларым көңіліме қарап, бетіме келіп ештеңе демегенімен, жеңгелерім ауыр салмақ болған шығармын. Содан оларға ашуланып кетсем кетейінші осы үйден деп бір көрген адамға күйеуге шығып кеттім. Екінші күйеуімнің әйелі қайтыс болған, жалғыз қызы тұрмыста екен. Ауылда тұрдық. Күйеуім ескі көлігімен қалаға адам тасиды. Қалған уақытта бос. Қызыма әкесі жоқ болғаны үшін жәрдемақы төленеді. Сонымен күн өтіп жатты. Күйеуім қызғаншақ болып шықты. Тіпті бауырларыммен сөйлесуге тыйым салды. Әуелі телефонымды тартып алды. Артынан арақ ішетінді шығарды. Арақ ішіп алады да бәйден сөз айта бастайды. Үндемеймін, неге жауап бермейсің деп қол көтереді. Сөйлесіп неге сөз қайтарасың деп тағы ұрады. Қоятын шығар деп шыдап жүрдім. Ұрып соғу, азаптау, қорлау осылай жалғаса берді. Үйге кетейін десем, осы үйден өлігің шығады деп пышақты ала жүгіреді. Үрейден қызым екеуміздің жүрегіміз ұшып кете жаздайды. Ешкіммен сөйлеспейміз. Күйеуім көріп қойса таяқ жейміз бе деп қорқамын. Қашып шығайын десек, жолдан ұстап ала ма деп алаңдаймыз. Енді қайда барам, қайда қашам білмеймін. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Адам басына салмасын. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.